Армысыздар, ардақты қазақ елі, қадірлі достары мен оқырмандар қауымы. 2026 жылдың 24-26 шілде күндері Мажарстанның, яғни қатар тілдегі аудармасы Венгрияның Шандыркуста өңірінде өткен Карпат ойпаты халықтарының 3-ші бірлік кездесуі мен үшін жай ғана халықаралық фестиваль емес, өткенмен бүгінді тарих пен болашақты жалғаған ерекше рухани сапар болды. Карпат ойпаты мыңдаған жылдық тарихтың үнсіз куәсі. Бұл талай халықтың тағдыры тоғысқан, өркениеттердің ізі қалған қасиетті мекен. 3 күн бойы Шандыркуста жазығында жиналып, мажар халқының өз тарихына, ұлттық киіміне, әні мен биіне, көне жазуына, дәстүрлі ойындарына деген ерекше құрметін көріп, шынайы сүйсініп қалдым. Олар өткенін ұмытпайды. Себебі өткен ұмытқан халықтың болашағы бұлыңғыр болатынын жақсы біледі. Ұлттық құндылықтарын дәріптеуді олар міндетті емес, ұрпақ алдында қасиетті аманат деп қабылдайды. Осы кездесуде Мажар қазақ этноспорт және мәдени ассоциациясының атынан қазақ халқының ұлттық зияткерлік ойыны тоғызқұмалақты асық ойын және көне мажардың қазіргі таңда ұмытылып бара жатқан беказашты таныстырдық. Келушілердің қызығушылығын көріп, іште бір қуанып қалдым. Сол сәтте мен өз-өзіме бір ғана сұрақ қойдым. Біз өзіміз, ата-бабамыз аманаттап кеткен асыл қазынамызды қаншалықты бағалап жүрміз? Біз көбінесе болашақты алыстан іздейміз, бірақ болашақтың кілті өз тамырымызда жатыр. Ұлттың болашағы экономикада ғана емес, руханиятында. Ұлттың болашағы өз ана тілін ардақтайтын, тарихын білетін, дәстүрін дәріптейтін ұрпақтың қолында. Тамырынан ажырамаған ағаштың ғана мәуелі болатын секілді, ұлттың тамырынан ажырамаған халықтың ғана болашағы баянды болады. Осы сапарда мен үлкен үмітпен оралдым. Қазақ пен мажар халықтарын байланыстыратын тарихи көпір әлі де берік. Ендігі міндет сол алтын көпірді одан әрі нығайтып, ұлттық мұрамызды көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа аманат ету. Кейде тарих кітап беттерінен емес, халықтың жүрегінен оқылады. Кейде ұлттың ұлылығы биік сарайларымен емес, ата-баба аманатында деген адалдығымен өлшенеді. Бұл кездесу барысында алған ең үлкен сабағым осы болды. Minden ember idegenek, ne egyetek meg engemet. Idegenek, hagyjátok, hogy én esélyek. Idegenek, ne egyetek meg engemet. Már én odavaló vagyok, ahol az a csillag ragyog. Már én odavaló vagyok, ahol fényes csillag ragyog. Már én odavaló
már tudják, hogy itthon vagyok.